Қайырлы күн, құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, тарих толық атты подкасттың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біздің басты тақырыбымыз ол тарих және мәдениет саласындағы волонтерлікті дамыту. Жалпы Ақтөбе өңірінде бұл саладағы волонтерлік қалай дамып жатыр, соған байланысты біз қонақтарымыз біздің студияда қонақта. Жалпы таныстырып өтейік. Ең әуелі бізде Сәденов Бекарыс Ерболұлы, заң және қоғам клубының жетекшісімін. Тукаш Валим Маликович, Ақтөбе облысы әкімдігі жастар саясаты мәселелері басқармасының маманы. Бұпежан Ақбаян Галамқызы, Жас сақшы қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Нұрбаев Асылжан Рүстемұлы, 21 ғасыр дарындары төрағасы. Керемет, құрметті қонақтар, біздің подкастымызға қош келдіңіздер. Енді өңірдегі волонтерство дегенде бірінші сіздер есімізге түседі. Неге? Өйткені біріңіз жаңағыдай белгілі бір ұйымның төрағасыздар, біріңіз осы жылы осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс дейміз ғой, волонтерство болса, сол ненің ұтып алдыңыздар. Енді барлықтарыңызға әрине біз жобаны бірінші таныстырып өтейік. Бұл жоба аясында бізде негізі көптеген шаралар ұйымдастырылды. Оның ішінде сіздер қатыстыңыздар, оған бардыңыздар, экскурсияға да бардыңыздар. Бірінші тарап ол бізде әрине ол мәдени жерлерді, тарихи жерлерді аралаған болатынбыз, сол жаққа экскурсия жүргізген болатынбыз. Ол біріншінде біз Қобда ауданындағы Қобыланды Батыр атындағы мемориалға барып, сол жаққа кешенге барып, Қобыланды енді батырлар аудан өңірі деп атаймыз ғой енді Қобданы, сол жақтағы Қобыланды батырдың басына барып, сол жақтағы көптеген жаңа тың ақпараттарға біздің волонтерларымыз ие болып қайтты. Одан бөлек бізде Алға ауданындағы жаңағы Есет ата басындағы сол кесенеге кешеніне барып, біз көптеген сондай өзіміздің зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Ол жаққа жалғыз біздің жаңағы қазақ волонтерлар емес, халықаралық деңгейдегі экспедиция болды десек те болады. Неге? Өйткені бізде жаңа Марат Оспанов атындағы медициналық университетте бізде Пәкістан, Ауғанстан, одан бөлек Үндістаннан келген көптеген біздің халықаралық деңгейдегі студенттеріміз да өзінің қызығушылығын білдіріп сол жаққа барған болатын. Одан бөлек енді соңғы маршрут ол бізде осы қалаға жақын, ол бізде Түйетөбе деп аталады. Репрессияның құрбандарына сол жақта көптеген жаңағыдай енді ақпаратты кейін тағы да біліп жатырмыз. Сол кезде бір тың дерек шыққан. Ол жерде жаңағы 30-40 жылдары біздің елім, жерім деген сондай азаматтарды барып, енді атқаннан кейін не істегеннен кейін сол жаққа тастай берген шұңғырларға әртүрлі өзі жер бедерді сондай шұңғыр, сондай үлкен сондай ойпатты жер болып келеді ғой, сол жаққа тастай берген, үстіне тек тастай берген. Содан кейін зерттеле келе сол жерде ең үлкен сондай не пайда болған. Сөйтіп сол жерде арнайы ескерткіш ашылған. Енді бұл бір парасы біздің жобамыздың, екінші парасы ол бізде әрине мәдени мұралар, яғни мәдениетке жалпы біздің мәдени мұраға жан бітірер деп аталады, апталықтың аты. Ол жерде шеберлік сағаттар өткізілген болатын. Әртүрлі жаңағыдай ермексаз дейміз ғой, ермексаздан түрлі жаңағыдай қолөнерлер, құш құмыралар деген сияқты. Енді бұл жердегі біздің басты мақсатымыз ол жерде яғни жастарға, волонтерларға мәдениет пен тарихтың не екенін түсіндіру керек болды. Бұрынғыдай жаңа том-том кітаптар немесе жаңа профессордың 2-3 сағаттап айтатын лекцияларын негізі жастарға қазіргі таңда өтпейді. Шынымен де, келсекші, неге? Өйткені бізде жастар қазіргі таңда енді ол бір жағынан әлеуметтік желінің де кесірі деп ойлаймын. Неге? Өйткені бізде жаңа TikTok әлеуметтік желісі болсын, Instagramда бізде не істейді? 3 секунд қарайды, қызық болмаса өткізіп жібереді. 3 секунд қарайды. Өзіміз де солаймыз ғой. Қызық болмаса өткізе саламыз деген. Сол сияқты ғой, яғни адамның жаңа жастардың психологиясы, жаңағы бізде бір затқа акцент беруі, өте сондай тез. Сондықтан егер сен оны қызықтыра алмайтын болсаң, ол қызықпайды, ол тыңдамайды деген сияқты. Сондықтан біз осы бір тенденцияны назарға ала, осы бір проблеманы назарға ала келе, біз сондай ерекше форматтарды ойластыруға тырыстық осы жоба аясында. Жаңағыдай қолдан, ермексаздан жаңа өздері жасасын. Құшқұмыраны әрине барып көре алады. Бізде Ақтөбеде қаншама музейлер бар, өлкетану музейлері бар, тағы да басқа көзбен көре алады. Бірақ оны қолмен істесе, ол басқаша әсер етеді да адамға, жастарға. Сол себепті де біз осындай бір ерекше форматта жаңа шеберлік сағаттарын өткізген болатынбыз. Одан кейін үшінші бағыт ол бізде жалпы осы екі саладағы мәдени және тарихи саладағы волонтерлардың мектебін ұйымдастырған болатынбыз. Мектеп аясында бізде көптеген шаралар ұйымдастырылды. Оның ішінде жаңа интеллектуалды ойындар, әртүрлі жаңағыдай өлке танушылық дейміз ғой, енді біздің 12 аудан бар, солардың тарихтары, ол әрбір ауданның өзінің жаңағы жергілікті тарихи мәдени ескерткіштері бар. Әрқайсысына барып үлгермейміз ғой. Сөйтіп біз соны ескере келе біз интеллектуалды ойын өткіздік. Яғни
мысалы ырғыз ауданы бізде немен танымал мысалға? Ырғыз торғай резерватымен танымал. Одан бөлек мысалы өзінің Жаманшин дейтін бізде 35-50 миллион жыл бұрын сол ырғыздың жеріне бізде метеорит құлаған. Соны кәдімгі ойпаты бар бізде Жаманшин деп аталатын, иә. Шалқар мысалы, Шалқар көлі бар ол жақта, басқа да көптеген жаңағыдай ескерткіштер бар. Сөйтіп солардың әрқайсысын жинай келе біз сұрақтар құрастырдық. Сұрақтарды біз сол волонтерларға берген болатынбыз. Енді сол берген сұрақтарына, жауаптарына байланысты, дұрыс жауаптарына байланысты бірінші, екінші, үшінші орынды анықтап, одан бөлек жаңағыдай өзіміздің естелік сыйлықтарымызды таратқан болатынбыз. Төртінші бағыт ол міне подкаст. Подкаст неге? Біз неге шортс подкаст деп атаймыз? Неге? Өйткені бізде шынымен де бала, мысалы біз өзіміз мысалға 45-1 сағат бойына тек киноны ғана көре аламыз ғой. И то оның арасында өткізіп қызық жеріне келгенде ғана не істей қоямыз ше. Андай көбірек жаңа нені өткізе саламыз, әңгіме айтқанды өткізе саламыз деген сияқты ғой. Сондықтан біз ондай болмасын, керісінше мысалы 45 минут біреудің айтып тұрғанын ешкім тыңдағысы келмейді. Сондықтан біз 15-10 минуттық сондай подкасттарды шығара бастадық. Біз қазір таңда сол 20 қонақты біз қамтыған болатынбыз. Ол жерде жалғыз жаңағыдай профессорлар емес, сіздер сияқты, біздер сияқты жастар, яғни жастың тілін жас қана түсінеді демекші. Сөйтіп біз яғни жас волонтерларды осы подкастқа тарттық. Одан бөлек жаңағыдай әртүрлі жаңа жастармен жұмыс жасайтын жастар ісі орталығының мамандарын подкастқа тарттық. Бұл жердегі басты мақсатымыз волонтерлық, оның ішінде тарих пен мәдениетті ұмытпау керек, тарих пен мәдениет саласындағы волонтерлық дамыту керек дегесін. Бізде енді волонтерлардың көбісі жас болғасын, біз сондай бір ерекше форматтарды ұсына алдық деп ойлаймыз. Енді жоба менің ойымша жақсы өтіп жатыр, жалпы айтқанда. Енді бір өзі сөйлей береді деп не істемесін. Сіздерге бір жалпылама сұрақ, жалпы өңірдегі волонтерлік сала қалай дамып жатыр сіздердің ойларыңызша? Не жетіспейді? Не көбірек бізде дамыған? Қандай сала көбірек дамыған? Волонтерлар, қазіргі волонтерлар қалай, бұрынғы волонтерлар қалай деген сияқты. Сондай бір ойларыңызды білгіміз келеді. Али мырза? Рахмет Жоламан. Өңірдегі волонтерлікке келетін болсақ, мен өзім жалпы қызмет алды, волонтер болғам. Ол пандемия кезі деп айтамыз, 2020 жылы Батыс Қазақстан облысында, және сол облыста ерікті болған соң, мына жақтағы волонтерлармен айырмашылығын және сол кезбен қазіргі кездегі волонтерлардың айырмашылығын біле аламын. Жетіспейді дегенде біз осы жобаны қалай өткенін көрдік, куә болдық. Өзімізде қатыстық, шетелдік студенттерді бірге апарған болатынбыз. Осындай интерактивті, осындай шамалы заманауи қызықтырар форматтар жетіспейді деп ойлаймын. Себебі біз үшін волонтерлік ол бір акцияға барып жастарды қатыстыру, жастардан фидбек алу, және де оларды қайтару. Ал олардың қызығушылығын сол акцияда тудыруда, қызығушылығын қалай тудырамыз деген сұрақты өзіне көп адам қоя бермейді. Ал даму бойынша волонтерлік өте қарқынды дамып жатыр деген ойдамын. Себебі бірнеше жыл бұрын біз бірен-саран волонтерлік топты білетін едік. Ал қазір біз түгілі волонтерлік топтар, волонтерлар өздері қанша топ бар екен, қандай ұйым бар екен, бәрі бір-бірімен таныс, бәрі бір-бірімен тығыз жұмыс жасайды. Егер де бұрын мысалға айтқанда Жастақшы қоғамдық бірлестігі барып жалғыз өз акциясын өткізетін болса, қазіргі таңда олар акция өткізіп жатқанда келіп қай ұйымнансың деп сұрағанда, оның ішінде бүткіл ұйымдардың жастары да жүре береді, бәрі бірігіп жасайды. Оны керемет деп айта аламын. Ол осындай бір кішігірім мүмкін гранттар, кішігірім интерактивтер арқылы жүзеге асып жатыр, дамудағы өзінің үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Дұрыс айтасыз, волонтерлар қазіргі таңда өңірдегі волонтерлік қозғалыс өте жақсы дамып келе жатыр. Оның тағы да бір себебі деп ойлаймын, ол жастар басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы, оның ішінде сіз ұтып алған жаңағы волонтерлік саланы дамыту, сол комплексті кешенді іс-шаралар деген сияқты, әрине оның бәрі жақсы. Енді Баян, жалпы сіздің ойыңыз қалай волонтерлік сала бойынша? Жалпы бұрынғы кездегі волонтерлар мен қазіргі таңдағы волонтерларды салыстыратын болсақ, өзім бұрын 2020 жылы елімізде болған жалпы пандемия кезінде осы волонтерлардың қатарына қосылған болатынбыз. Ол кезде барлық жастарымыз, үлкендеріміз барлығы әртүрлі ұйымдарға жиналып, елімізге көмектескен болатын. Сол кездегі волонтерлік ұғымның жалпы не екенін шыны керек білмеді. Олар бір-бірімен конкуренция болды деп айтсақ болады. Ал қазіргі кезде міне 2025 жыл аяқталып жатыр. Волонтерлар ұғымы өте кең ауқымда тараған, және алдағы жылы осы 2026 жылы халықаралық волонтерлар жылы келе жатыр. Қазіргі таңда волонтерлар жалпы волонтер ұғымын біледі. Олар бірігіп жұмыс істей алады, жалпы халыққа көмектесе алады деп айтсам болады. Ондай қатты жалпы ерекшелік жоқ бұрынғы таңдағы волонтерлықпен. Тек волонтерлық ұғымы кең ауқымда тарап,
ол ұғымның мағынасын жастарымыз түсіне бастады деп айтсам болады. және де волонтерлардың саны да көбейген сияқты Иә, бұрынға әрине. қарағанда. Өйткені жас волонтерларды қазір қараймын ғой, жаңағыдай 95-96 жылғы волонтерлар аз да, ал мысалы 2007, 2006, 2000 жаңағы 10-дар қазір шығып жатыр да, Мектеп мысалға. кезінен бастап қазір Сол. ұйымдар Яғни құрылып. қазір мысалға мектептегі волонтерлық ол кәдімгі осознанный волонтерлық менің ойымша ше. Балалар түсінеді оның волонтер екенін, өзінің жаңағы ерікті екенін, тағы да басқа, және де мен ерікті деген сөзді өзім көп қолданғым келмейді. Неге десеңіз, ерікті деген сөз негізі волонтерлықтың аудармасы жоқ қазақ тілінде. Бізге де сөйтіп үйреткен. Волонтерлық негізі орыс тілінде де, қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де ол термин сияқты ғой біздегі. Ерікті дейтін негізі менің оқуым бойынша ол жаңа соғысқа не істегенде барғанда ерікті деп өз еркімен баратын адамдарды негізі ерікті деп айтқан. Оның негізі мағынасы әртүрлі. Біз енді көбінесе қолданып жібереміз ғой сондықтан. Керемет, шынымен де қазіргі таңда волонтерлар өте жақсы дамып жатыр. Енді волонтерлық ол әрине ол жақсы ғой, бірақ ой санасында қазаққа деген, қазақ халқыма деген қызмет етемін, елім, жерім дейтін азаматтар болмайтын болса, онда волонтерлықтың да қатты бір аса керек емес сияқты. Сондықтан енді бұл тұрғыда Бекарыс мырза, сіз не ойлайсыз жалпы ұлттық патриотизм, тарихты білетін адамдар, тарихқа жалпы жастар қызыға ма дәл қазіргі таңда? Жастар қаншалықты тарихты біледі сол бойынша? Жалпы өзіміздің осы Ақтөбе облысын алатын болсақ, көбі волонтерлар осы тарихқа қызығады. Мысалы, тарихтың жол картасы сызылады. Мысалы, өзіміздің осы 12 ауданда киелі жерлер бар. Жаңағыдай ата-бабаларымыз жатыр. Мысалы, ол жерде үлкен мәдениет жатыр да. Ал мысалы, көп жастар, мысалы, бұрынғы жастар деп айтайықшы, олар тарихқа қызыққан жоқ. Бұрын тарих дейтін дүниені қарапайым дүние деп алып жатты. Ал қазіргі таңда өзіміздің келе жатқан жасөспірімдеріміз тарихқа кәдімгідей қызығады. Мысалы, өзінің руы, ата-бабасы қаяқтан шыққаны, мысалы, өзінің туған жері. Өзімізді айтып кететін болсақ, былтыр осы біз үлкен жоба ашқан болатынбыз. Мына не болды? Ойыл ауданына барған болатынбыз. Әдейі біз мәдени тарихымызды білейік деп. Ол жақтағы киелі жер суымен атанып зерттеген болатынбыз. Арнайы біз қыста барған болатынбыз. Оның видеосы да Instagram желісінде жарияладық. Және де фотолар болды. Барқын орманына бардық. Ол жерде бұрын аласиялар репрессия кезінде орманның ортасында қалашық сол жаққа тығылған деседі. Мысалы, оның барлығы көп жастар бұрын білмеді да, ал қазіргі таңда ізденістің арқасында біз біліп жатырмыз. Және ойылдың астында біз үлкен туннель бар екен білдік. Ол жерде үлкен туннель бұрын жалпы үлкен соғыс кезеңдерде сол жаққа тығылған деседі. Аңыздар бойынша. Иә, сөздің аузында бізде дейтін шынымен де жаңағы ойылдың өзінде жалпы көкжар жәрмеңкесі бар. Осы ең аудандағы жалпы қателеспесем республикада ең андай ескі не бар, мешіт бар. Және де сол жақта қазіргі таңда интернат қателеспесем бұрын бай көпестің үйі болған. Сол үшеуін жалғайтын сондай жер асты туннелі болған. Иә, қателеспесем. Иә, соны бізге айтқан болды. Ол жерде алтын жасыл, бірақ қазір ол қазіргі таңда ол жаңағыдай тастармен бітеп тастаған деседі. Жалпы біздің киелі жер, мысалы Байғайынның өзінде қаншама сынықшы ата-бабаларымыз жатыр. Ол жерде тарих өте көп. Мына қазіргі таңда жастар басқармасы қазір жол картасы сызылып жатыр ғой, осы тарихқа. Және де көзжес жасалып жатыр. Сол арқалы біз қазір тарихымызды біліп жатырмыз. Ар жағымызды біліп жатырмыз. Қазір өзіміздің тілімізбен туымызды құрметтеп, қазір уже үлкен деңгейге жеттік біз мәдени тарихымызды айтатын болсақ. Иә, керемет. Осымен бізде жалпы волонтерлықты да, тарихты да, мәдениетті де қамтыған сияқтымыз, иә. Құрметті біздің қонақтар, сіздердің бүгінгі подкастқа, шортс подкастқа, ерекше формат деп ойлаймын. Шортс подкастқа келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз, жұмыстарыңызға сәттілік. Тарихты ұмытпайық, мәдениетімізді сақтайық, тарихи мәдениетті жерлерімізді барып тұрайық, біліп тұрайық, иә. Сондықтан, ал құрметті біздің подкасттың көрермендері, осымен біздің подкастымыз өз аяғына жетті. Келесі подкастта жүздескенше аман есен сау болыңыздар.